Барлықтарыңызға сәлем. Жағдайларыңыз қалай? Бүгінгі күнге болжам мына гүлді қарасаңыздар 1,5 аптадай болды. Әлі енді солып жатыр. Өте керемет. Мысығымда қарама қарсы отырып алып, жаман көзбен қарап отыр, тамағын алуды ұмытып кетіппін. Бүгін сол прогулкаға шығуым керек, мысықтың тамағын әкелуім керек. Сіздерде кешегі күндеріңіз қалай өтті? 8 ақпан. Огненное наказание өтті. Бүгін 9 ақпан күніне шаш қидыруға онша емес, жол жүруге, прогулкаға шығуға өте жақсы. Бірақ Восток сектор болмаса. Күндізгі 12-ден 27 кеткеннен 14:57 аралықта тілек-тілегіңіздер міндетті түрде орындалады. Әсіресе қандай тілек? Отбасыға қатысты, екінші жартыңызға қатысты, бойдақ болсаңыз, жақсы ер адам тапсам, жақсы әйел адам тапсам деген тілектеріңіз міндетті түрде орындалады, және отбасыға қатысты тілектер орындалады. Бүгінгі күні туылған балдар өте жақсы, бақытты, бай болып туылса, бірақ қыздар басқа елге кетуі мүмкін деп көрсетеді. Бүгінгі күнде металл ем белгісі сізге звезда процветания келіп тұр. Октябрь айында туылғандар бүгіннен бастап ем қабылдасаңыздар, денсаулықта өте жақсы әсерін береді. Жылқы жылы және батыс картаңыз білсеңіз, жылқы күнде туылсаңыз, бүгін клиенттерге зат сатуға өте оңай. Блогер болсаңыз, прямой эфирге шығыңыз, сізді көреді, тыңдайды, сіздің затыңыз өтеді. Және мына жерде активация берем, жасаңыздар, сәттілік келсін.